Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге арайлым. Мен бүгін сіздерге өте оңай әрі қарапайым заттармен жасалатын чебуректің рецептісін ұсынатын боламын. Видеоның соңына дейін қарап, менің видеом ұнап жатса, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Бізге қажетті заттар: ұн, жұмыртқа, сұйық май, тұз және су. Ең алдымен тұзымыз бен суымызды араластырып аламыз. Ендігі кезекте ұнымыздың ортасын шұңқырлап, ішіне жұмыртқамызды салып, суымызды құйып, майымызды құйып, қамырымызды илейміз. Барлық қажетті заттардың өлшемдері видеоның астында описаниеде жазылған. Қамырымыз қатты да, жұмсақ та болмай, бір орташа болу қажет. Енді осы қамырымызды 10-15 минутқа демалдыруға қоямыз. Ендігі кезекте ортасына салмасын әзірлейміз. Салмасына бізге тартылған ет және ұсақтап туралған пияз қажет. Үстіне тұзымызды, бұрышымызды салып, мен фаршқа кішкене су құямын. Сол кезде біздің фаршымыз өте жұмсақ, сочный болып шығады. Бәрін араластырған қамырымыз тынды. Енді қамырымызды бөлшектерге бөліп, чебуректерімізді жасаймыз. Оқтаудың көмегімен қамырымызды кішкентай домалақтарды жайып аламыз дағы. Үстіне фарш салмасын салып, бекітеміз. Әдемілеп бекітуіміз керек. Арасы ашылып кетпейтіндей, қазір біз майға қуырған кезде салмамыз сыртқа шығып кетпеуі қажет. Мінекей осылайынан әдемілеп бекіттік. Енді қызып тұрған майымызға кезек салып, чебуректерімізді пісіріп аламыз. Бұл чебуректердің дәмі нағыз чебуречныйдағы чебуректердің дәміне ұқсайды. Қамыры сондай. Екі жағын аудара отырып пісіріп аламыз. Қағаз сүлгіге кішкене қоямыз. Артық майымызды сорғыту мақсатында. Міне осылай біздің чебуректеріміз дайын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын.